келді, Рабия қайда? Рабия бар бізде, Азиза бар. Сабақта Мадина қайда? Мадина да отыр. Так, Елжаман осында, Ақнұр бар, Ақерке, Гүлім, Темірлан, Жанбота қайда бізде? Нади бар, Бекнұр. Так, Жаным, Динара, жақсылар, Аружан жоқтамыз ба? Аружан, мама. Альмира бар, Жанарыс, Фатима бар, Мұхаммед, осында жалпы бізде бүгін сабағымызда Аружан мен Жанарыс қана жоқ. Так, жақсы балалар, бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз балалар. Әдеттегіндей біздің сабағымыздың тақырыбы бүгінгі күні ол Қазақстанның жауқастарға салынған ежелгі суреттері. Бұл суреттермен біз қай жерде кездестік? Тағы да Қазақстан тарихынан басқа пәнмен? Дүниежүзі тарихынан. Жақсы, дүниежүзі тарихынан кездестік. Яғни бізде Қазақстан тарихы дүниежүзі тарихымен ұқсас бола ма? Болмайды ма? Болады, әрине. Оқу мақсатымыз балалар біздің алғашқы адамдардың наным сенімдерін сипаттау. Бағалау критерийлеріміз бүгінгі сабағымыз не? Ол алғашқы адамдардың наным сенімдерін сипаттау бойынша мини-эссе немесе жұмыс жасау, одан кейін суретті хат жазу. Мына экранға назар аударыңыздар. Экранда алғашқы адамдардың неліктен бұл суреттерді салды деп ойлайсыздар. Ойлаңыздар бірнеше? Мінекей 4 сурет беріліп тұр. Суретте таста суреттер бейнеленіп тұр, иә? Жақсы, Мадина айта қойыңыз. Осы суреттер ежелгі адамдар салды, өйткені олар сөйлей алмады, және де тасқа салып не істеді? Сөйлей алмады, сондықтан олар тасқа салып түсіндірді, өзі ойлады. Тағы да кімде қандай ой бар балалар? Так, Елдаман. Тарихта есте қалу үшін тағы да кәне? Рабия? Не бүгін болған, осы сурет салды. Не көрген, не болған. Жақсы, тағы да кімде қандай ой? Айта ғой. Олар ешқандай, оларда қазіргі замандарында біздің қолданатын қаламдарымыз жоқ. Олар сосын тарихтармен сурет алып, тасқа сызып салады. Жақсы, тасқа сызып салған. Тағы да кімде қандай ой? Темірлан, сіз не дейсіз? Айта қойыңыз, иә? Ойыңыз айтыңыз. Ежелгі адамдар бұрында мынау суреттерді салды, себебі олар чтобы орысша? Айта беріңіз. Чтобы суретті білу үшін. Суретті білу үшін. Жақсы. Жалпы мұндай суреттер қай жерде кездеседі балалар? Қай жерде көрдік? Бұрынғы заман тастарынан. Жақсы отыра қойыңыздар, қазір ары қарай көрейік. Қазір мен бейнебаян қосам, балалар. Мұқият тыңдаңыздар. Бейнебаянды жақсы ма? Содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Мұқият болыңыздар, тыңдаңыздар. археологиялық ескерткіштер, петроглифтер, орындар мен түрлі кезеңдерге тән қоныстардың орындары сақталған. Бүгінгі таңда таңбалы сюжеттің әртүрлі жағынан
Казакстандагы бирден бир бай ибадаткана болуп табылат. Ол өз кезегинде де диний орталык Ашык аспанасындагы табигый ибадаткана болгон. Күн басты кудайлар бейнелери мен символдук ишандардын көптүгү мында тиричилик эткен адамдардын күнгө табынгандыгын айыктайт. Так, балалар, діни материалды көріп шықтық. Ал мындай сұраққа жауап берейік. Олар қандай ойды білдіргісі келді? Осы діни материал бойынша біз көріп шықтық. Бұл жерде тастағы суреттер болды. Енді өздеріңіздің ойларыңызды білдіріңіздер. Кім бар? Мадина? Олар бірінші суретте олар нені адамның суретін салғысы келді. Олар күнге барған. Күнге барған дейді. Жалпы бағанағы айтылған пікірлеріңізбен келісесіздер ме? Сабақтың басында фото суреттерді көрдік қой біз. Осы келісесіздер ме? Айтқан ойларыңызбен. Мадина айтты мысалы, иә? Ердаман айтты. Келісесіздер. Енді қарап отырсаңыздар, жаңа бейне материалда не деп айтты? Бұл жер аспан астындағы ғибадатхана болды деп. Ғибадатхана дегеніміз нені білдіреді? Қандай орын? Ежелгі адамдардың құдайларға сыйынатын жерлері дедік, иә? Мына бірінші суретте не көрініп тұр? Күн басты адам. Күн басты. Ол кім? Ол құдай сияқты. Құдай болған. Иә? Неге күн басты? Қалай ойлайсыздар? Неге күн басында күн болды? Өйткені ежелгі адамдардың Қазақстан аймағында тұратын барша ежелгі адамдар күнге табынды, күнге сыйынды. Күнге. Күн не береді бізге? Жарық береді, сосын жылу береді. Күн болмаса өсімдіктер өсе ме? Өспейді. Дұрыс айтасыздар балалар, күн жарық береді. Сол себептен ежелгі адамдар мына наным сенімдері бойынша балалар әртүрлі табиғаттың бір бейнелеріне сенген. Осындай бір құдайы, ежелгі адамдардың құдайы болған ол Митра құдайы күн басты адам суреті. Таңдалы шатқалында кездеседі. Балалар, жалпы мына бізде петроглиф деп аталады. Таңба басындағы суреттер, мына тасқа салынған суреттердің бәрі петроглиф деп аталады. Тақтаға назар аударайық. Петроглиф дегеніміз латын тілінде петра, тас және грек тілінде глиф, жазу деген мағынаны білдіреді екен. Тақта тас, жар тастарға салынған суреттер, бейнелер. Осыны петроглиф деп атайды. Пиктография. Пиктография дегеніміз не екен? Пиктография латын тілінде пиктус болу,
грек тілінде графа жазамын, яғни сурет жазамын. Сурет жазамын, пиктографиялық жазу шартты түрде бейнеленген суреттер арқылы тілдік формаларды емес, тек ойды, ұғымды білдіретін ертедегі жазу түрі. Оны мына тақтада назар аударсаңыздар көріп тұрсыздар. Мына сол жағында бейнеленген ежелгі пиктографиялық жазу, яғни жазба түрі. Тотемизм. Тотемизм дегеніміз, тотемизм рулық қоғамдағы адамдар тобынан шығу тегін жануарларға, өсімдіктерге, немесе табиғат құбылыстарына байланыстыру негізінде қалыптасқан сенімдер мен әдеп, ғұрып, салт сананың күрделі жүйесі. Басқаша қалай айтамыз тотемизмді? Кәне? Ең бірінші сабағымызды есіме түсіріңіздер. Ең бірінші 90-ның бірінші сабағымызда. Мен сіздерге не сұрадым сол уақытта? Жоқ. Не сұрадым? Жеті. Ру сұрадым. Қай рудан шыққан? Енді қалай ойлайсыздар? Мына тотемизм дегеніміз, мінекей айтылып тұр, рулық қоғамдағы адамдар тобының шығу тегі. Кіммен салыстырып отыр? Жануарларға. Яғни, ежелгі адамдардың наным сенімдері бойынша кез келген ежелгі адам өзінің арғы ата бабасы ретінде белгілі бір жануарды таңдар. Мысалға, қазақ даласында ең мықты жануар кім? Ең мықты жануар жыртқыш жануар. Жыртқыш жануар. Кең далада өмір сүреді. Кең далада, ауыл аймақтан кең далада өмір сүреді. Қасқыр әрине. Сондықтан, мына қазақ даласында балалар көптеген ежелгі халықтардың, ежелгі рулардың алғашқы жануарлардың бірі, егер мына ру басы болған, ол әрине қасқырлар болды. Мысалға, белгілі ру тайпалар болды, ел бөрілі деген мысалға, немесе одан кейінгі орта ғасырларда келесі жылы біз олмен кездесеміз, көп түркілер болды, түркі ашиналар. Мысалға, олар өзінің қасқырымен салыстырды. Так, ары қарай. Анимизм дейді балалар. Бұл не екен? Анима. Рух, жан, заттық дүние құбылыстарының жандылығын білдіретін термин. Немесе жансыз дүниенің жаны бар деп түсіну және соған табыну. Яғни ежелгі адамдар кез келген жансыз дүниеге, немесе кез келген жансыз затқа, немесе жансыз затқа. Жансыз зат не ол? Мысалға, шатқал тас, мысалы, бола ма? Тау. Тауыз өсетін тау. Мінекей осындай табиғаттың бір сиқырлы жерлеріне бұлардың нанып сенуі, оны анимизм деп атайды. Так, мына сөзбен таныс шығарсыздар. Қандай сөз? Магия дегеніміз не? Сиқыршылық. Жақсы. Әрине, латын тілінде сиқыршылық болып шығады, алғашқы қауымдықтың дін формаларының бірі. Яғни, ежелгі адамдар, кез келген адам, әртүрлі жаңағындай жағдайларда кез келген жануардың бейнесіне, кейпіне кіре алады деген болжам болды. Сондықтан магияда ежелгі діннің бір түрі. Қазір біз сіздермен мынандай жұмыс атқарамыз. Петрографтар көбінесе кімдер, қандай көріністер бейнеленген деген сұраққа жауап береміз. Алғашқы адамдардың суретті салу үшін қандай тәсілдерді қолданған? Тастағы суреттер алғашқы адамдардың дүние танымы туралы қандай ақпарат береді? Және сіздермен мынандай талдау жұмысына тоқтала кетейік. Қазір сіздерге қарап көрейін.